Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен кешкі асқа тай қуырдақ жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Бұның ерекшелігі тек қана еттен және де картошкадан жасалады. Кәдімгі қуырдақтан ерекшелігі осы. Бізге қажетті ет, картошка, пияз, чеснок және де сұйық май, дәміне қарай тұз, бұрыш, лав жапырағы керек болады. Үйіңіздегі адам санына байланысты көбірек етіп немесе азырақ етіп жасасаңыздар болады. Ең алдымен етімізді осылай ұзынша соломка етіп турап, одан кейін кубиктайтын боламын. Пиязды да, картошканы да дәл осылай кубиктаймыз. Жай қарап өтпей, менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және де сіздерге алдағы уақытта қандай рецепттер қызықты болса, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Кешкі асқа не жасаймын деп егерде басыңыз қататын болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір ерекшелеу тамақтың түрі ғой енді. Үйдегілеріңіз міндетті түрде тамсанып, тауысып қоятынына мен сенімдімін. Өйткені өзім бір қазан етіп жасаған болатынмын. Мүлдем қалмай қойды бір тамақтан кейін ақ. Одан кейін осылай қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, оны қызғаннан кейін үстіне ет салатын боламыз. Етімізді жақсылап міндетті түрде қуырып аламыз. Бұл тамаққа ешқандай специясын салудың қажеті жоқ. Тек қана тұз, бұрыш және де лава жапырағын қоссаңыз, сонымен ақ дәмі өте дәмді болып шығады. Жас малдың еті болғаннан кейін пісуі де өте тез. Мен кішкене су құйып, оттың астында жай ғана осы етімді бұқтырып алдым. Бұғып болғаннан кейін үстіне пиязды салып кішкене қуырып, одан кейін картошкамды салып қуыратын боламын. Және чеснок қосылды бұл жерде. Өте дәмді болып шығады. Кішкене картошканы қуырып алғаннан кейін аз ғана су қосып, тағы да бұқтырып алыңыздар. Өте дәмді болады. Суымен бірге нан батырып жеуге тәтті тағам болып табылады. Дәмі енді сөз жоқ, өте керемет болып шықты. Үстіне пияз бен укроп немесе көк пияз қосып жесеңіздер де болады. Баршаңызға ас болсын. Мені қолдап каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіз.